Ассалаумалейкум. Құрметті Атырау әуесқой балықшылары. Көпшіліктің сұранысы бойынша мынау өткендегі бастаған тақырып, яғни дамбы бойындағы балық аулау жөніндегі бұйыртса жақын арада ашылатын сәті бар. Сол себепті қазір мына балық қорғау, дамбы балық қорғау инспекциясымен бірігіп, дамбы бойын, яғни қаншалықты таза екенін тексеріп қайтатын боламыз. Бүгін бірлесіп осындай жұмыс атқаратын боламыз. Қазір дамба ауылының тұсындағы қазір біздің алғашқы сеткі балық қорғау инспекциясымен бірге атқарылып жатқан жұмыстар қазір. Жаңағы су астынан шығарылған сеткіден қазір мына репец балығын көреміз. Табан, қылыш балық, чихон балығын көреміз. Бұл тор көзі үштік. Ал осыдан кейін балық қалай өтсін? Жоғарғы жаққа. Так, міне қазір бұл екінші сеткі. Екінші сеткіні шығарып жатық. Таптық. Қазір көреміз. Бұнда репец балықтарын көреміз және оппа, міне біздер мына баласын қалдырмай баласымен бірге шығарып алып жатыр. Өйткені мынау біздің жайықтың астында мусор қалып қояды баласын кесіліп тастағаннан кейін. Сол себепті баласымен бірге алып жатыр. Бұл өте қиын жұмыс. Өйткені бұны шығару кезінде жаңағы шығарып жатқан адамның белі ауырады. Өте ауыр бұл. Сол себепті баласымен де бірге шығарып алып жатырық. Қазір міне міне ал көріңіздер қандай машақат бол деген. Жайықты ластап атқан өзіміз осы сеткі саламыз, артынан сеткіні қараусыз қалдырып балығын аламыз да тастап кетеміз, артынан еще баласын тастап кетеміз. Міне жайық осыдан лас болмай қайтеді. Көріңіздер, бетон шығып жатыр, темір шығып жатыр астынан тіпті. Осының бәрін өзіміз ғой ластап атқан. Қара, қандай құралдар шығып жатыр, ана қара. Қараңыз. Қандай күш керек бұны тарту үшін. Міне, ал. Өте ауыр бұл. Жайықтың асты міне, ал. Көріңіздер, қармақ ілет дейсіздер. Міне, осыған ілет болды. Так, ал көріңіздер. Мынау қазір, мына баластар қазір судың астынан шыққан. Бұл мына екі сеткеден шықты, тек қана екі сеткеден шықты. Міне, қаншама балас. Ал көріңіздер, мынаны судың бетіне алып шығу өте ауыр машақат жұмыс бұл деген. Белді ауыртады. Енді балық қорғау инспекциясының жұмыстары күнделікті осылай жүріп жатады. Олардың жұмыстары біреулер бағаласа, біреулер бағаламай жатады. Былай қарасаңыздар, олар спецсаптамасы сияқты жұмыс жасайды. Спецсаптамасы жердің бетін тазалайтын болса, рибохран балық қорғау инспекциясының жігіттері судың астын тазалайды. Ал көріңіздер, қаншалықты, қандай екі сеткіден қаншама балас шықты. Ертең мына дамбы бойына біздер балық аулаймыз осы жерден. Сол кезде біздің қармақтан мынаған ілет, міне мынаған ілет. Қаншама қымбат крючоктарымыз бәрі осыған ілет. Ертең быт-шыт болып кім балық аулай алмай қаламыз. Шыны керек, судың асты өте лас. Екі сеткіден мынандай балас шығып тұрса, білмеймін, енді айтып түсіндіре алмаймын сіздерге. Өзім шок болып отырмын. Дамбының тұсынан міне бүгінгі үшінші сеткі қазір шығарылып жатқан. Көзі кішкентай, өте уақ көз міне. Бұдан кейін жайыққа жоғарға қалай балық өтеді. Бұдан кейін балық өтпейді. Осы жерде тұралап қалады. Міне өте уақ көзі деген. Көріп тұрсыздар ма? Міне, мынау екілік көзі деген ал. Лас-лас сеткі дейтін. Қараусыз қалған тіпті бар ма?
Қазір міне көрсеңіздер, мынау сеткінің боғы мынау дейтін. Тұралап қалған бәлен күн. Міне бычыт болып жатыр қазір, бар ғой. Бүгін, яғни 23 қараша 2022 жылы Дамы балық инспекциясы бөлімінде рейдтік шара барысында Жайық өзені бойында заңсыз, яғни браконьерлік мақсатта құрылған ау құралдарын сүзу жұмыстары жүргізілді. Осы жұмыстар барысында су астына заңсыз құрылған 7 дана тор көздері 2,5 мм болатын Қытайда жасалынған ау құралдары табылды. Осы ау құралдарынан табан, карась, яғни мөңке, майбалық, ребец деп айтамыз, сол балықтар кездесті. Бұл балықтар тірілері қайтадан суға жіберіледі. Өлі күйіндегі балықтар тиісті орындарға тапсырылады, ал шыққан ау құралдары уақытша Дамы балық инспекциясы бөлімінде сақтаулы болады. Уақыты келген уақытта ол жойылатын болады. Міне мына бүгінгі табылған 7 дана сеткі мына жерде баласымен қоса бәрі осы қазір сүйреліп, яғни балық қорғау инспекциясының қоймасында сақталады. Уақыты келгенде жойылатын болады. Енді көріңіздер қандай жұмыстар. Мына тастардың бәрін жағаға алып шығу, бүткіл баластардың бәрін жағаға алып шығу өте машақат, өте ауыр жұмыс. Сол себепті бүгінгі шығарылған тор көздер жайықтың астан мусор, былайша айтқанда 23 қараша 2022 жыл.